Ал армысына болдым. Кеше эфирге кірсем, өзім таңашымын деп, болмаса агностикпін, болмаса атеистпін деп жүрген бір кісілер кірді. Әлі өздерінің кім екенін түсінбей жүрген пенделер ау деймін. Сонымен мынандай бір мәселені түсіндім да. Мәселенің шешімін түсіндім. Қауырт сондай мен үшін енді жұмбақ болған жоқ, бірақ мен үшін бір түйіннің шешілгені болды. Біз әбден үйреніп қалғанбыз. Қазақ мұсылман. Енді оны түсінікті тоқтарауызға рахмет. Мұсылман дегендің түпнұсқасын шығарып берді, 200 сатқын деген. Сонда қазақтар сатқын болған, өзінің діңгегін сатып кеткен, өзінің ұлтын сатып кеткен, енді ол түсінікті. Бірақ бұл сатқындық жайдан жай емес та, бұл сатқындық шежіре бұзғаннан болып тұр. Оны 20 жылда әрең түсіндім. Шежіре заң деген, мысалға сіз қазақ бөтеннен ұлттан қыз аласыз, бөтенге ұлтқа қыз бересіз. Сол кезде ұлттық құндылық, ұлттық қан бұзылады, сөйтіп сіз ұлттығыңыздан айырыласыз. Оңтүстікте өзіңіз жақсы білесіз, Шымкент шаһары бұл саяси сондай орын болғаннан кейін, ол жаққа Момбек Абдакимұлының оған дәлелі бар, кітабы жазылған, ол кісі зерттеген. Қанша мың өзбек әйелдерін, қанша мың өзбек жігіттерін, кісілерін әкеп әдейі қоныстандырған, әдейі сондай саясат жүргізген. Сонымен біздің қазақтың жігіттері өзбектен қыз алады, өзбекке үйленеді, сондай шатыс-пұтыс қан ауысып кеткен. Ол Қызылорда жақта да бар, Тараз жақта да қырғыздармен араласып отыр, Ақтау жақ, Қызылорда жақ түркмендермен араласып отыр, Астрахан жақта қазақтар, Оралдағы бәрі орыстармен араласып отыр, Арқаның көп қазақтары орыстармен араласып отыр. Шығыс жақта неге сақталып қалды, неге Қытай қазақтары сақталып қалды, тілдері жақсы деп көбі мақтанады. Өйткені ол жақта қазақтар Қытайға қыз беріп қыз алмайды. Алған өзінде де бірен-саран. Алматыда енді ұйғырлар, сұмдық албандар ұйғырлармен араласып отыр. Өтірік деп айтпай қойыңыздар, бар араларыңызда. Сонымен былай қарағанда қан әбден бұзылып отыр, қан әбден шатасып матасып отыр. Сондықтан мұсылман болсаңыздар, сіздер мұсылман шығарсыздар, өйткені қандарыңыз шатыс. Ал біз, мысалға, мен қаным таза, мен қазақпын, таңырша қазақ.